Бүгін сіздермен ең жұмсақ вафлин рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін табаға 2 жұмыртқамызды салып, үстіне 1 кесе шекер саламыз. Жұмыртқа мен шекерді жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Келесі жұмыртқа мен шекерді осылай ақ көбік болғанша араластырып болғаннан кейін үстіне бөлме температурасында тұрған 1 стакан сүт құямыз. Жылы сүтімізді араластырып аламыз. Құрғақ өніміміз, яғни ұнға үстіне разрыхитель қопсытқышты қосамыз. Картоп крахмалын қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Келесі бізде сұйық масамыздың үстіне жарты стакан еріген сары май құямыз. Майымызды ерте құйып болғаннан кейін құрғақ өнімдерімізді қосып біркелкі масса жасаймыз. Бөліп ұнды салып шығамыз. Міне бізде массамыз дайын. Осындай қою масса шығу қажет. Келесі вафельницамызды қыздырамыз. Ешқандай май ештеңе жақпай, үстіне 1 қасықтан құйып шығамыз. Бұл өте жұмсақ болып шығады және келесі күні жегеннің өзінде де сол жұмсақ қалпын сақтап тұрады. Міне бізде вафлеміз пісті. Осындай әдемі сарғылт қызыл түстес болып шығады. Дәмі, иісі өте күшті. Қалауыңыз бойынша әрлеп беруге болады. Сіздермен болған Ақжан. Маған ұнаса, тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып.